бар мәселе мынандай теңсіздікті шешуге тырысайық. X минус 1 бөлінген x плюс 3 үлкен 0-ден. Жалпы бұндай есептеліш шығарғанда мынандай тұрғанда ax бөлінген bx мысалы үлкен кіші 0-ден болған кезде біз оны былай шығарамыз. Кәдімгідей ax көбейтілген bx үлкен кіші 0-ден деп. Бірақ та bx 0-ге тең болмау керек деп. Қазір көресіздер қалай екен. Мынаны енді қалай шығарамыз? Біз былай істейміз. X минус 1 x плюс 3 0-ден үлкен дейміз. Және де x плюс 3 тең емес 0-ге. Яғни x минус 3-ке тең болмайды деген сөзді қалай басқаша түсінуге болады. Мынандай боялған және боялмаған нүктелерді біз сызамыз ғой. Бұл боялмаған. Яғни жауапқа кірмейді. Қазір түсіндіремін қалай екен. Енді мынаны шығару үшін кәдімгідей біз қалай істейміз? Бұны 0-ге теңестіреміз. Яғни x минус 1 x плюс 3 тең 0 дейміз. Бұл жерден x тең 1 болады, x тең минус 3 болады. Енді біз сызыққа сызамыз. Сызыққа сызамыз қалай? Мына жақта минус 3 болсын, мына жақта 1 болсын. Енді қарайық, неге минус 3 боялмаған? Өйткені ең бірінші өйткені ол жауапқа кірмейді. Мынау себептен біз оны былай істедік. Жалпы қарасақ, біздің таңбамыз мындай үлкен болғандықтан, үлкен немесе тең емес. Яғни таза үлкен болғандықтан да басқа жауаптарды біз былай сызамыз. Яғни жауапқа кірмейді. Бірақ мынау тең болған кезде, мынау боялатын еді, бірақ мынау боялмайтын еді. Неге? Өйткені мынау нәрсе бар. Яғни x минус 3-ке тең болмау керек. Яғни боялмайды, жауапқа кірмейді. Енді былай қосамыз нүктелерді. Және де қараймыз. X минус 1 бөлінген x плюс 3 x квадрат, яғни x квадрат болса, мынаны ашып қарасақ, онда x квадраттың алдындағы таңбасы плюс болғандықтан біз плюстан бастаймыз. Сосын плюс минус деп кесеміз. Плюс минус плюс. Мынау минус шексіздік, мынау плюс шексіздік болса, енді бізге үлкен 0-ден болғандықтан біз тек қана плюстарды қарастырамыз. Яғни мынаны және мынаны. Демек x біздің қайда жатады? Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін және де 1-ден плюс шексіздікке дейін.